Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы batch файлдар. Яғни мақсатымыз batch немесе bat файлдар түсінігімен танысу және іс жүзінде жасап көру. Пакеттік файлдар дегеніміз интерпретатор командалары жинақталған мәтіндік файлдар болып есептеледі. Көпшілік жағдайда пакеттік файлдардың кеңейтілуі bat. Bat файлдарды кез келген мәтіндік редактор көмегімен құруға және өзгертуге болады. Және іс жүзінде жасап көрсек. Біздің bat файлымыз кез келген бір папканы архивтеуі тиіс. Яғни бізде C дискінде enu деген папка бар. Яғни осыны біз bat файл көмегімен архивтеуіміз керек. Ең алдымен біз bat файл құру үшін тексттік атын құрамыз. Создать текстовый документ. Және ішіне bat файлымыздың кодын жазамыз. Яғни мен алдын ала дайындап қойған кодты жаздым. Яғни мұнда біз C дискіндегі enu папкасын архивтейміз. Және оның орналасуы C дискіндегі bat деген папка. Яғни архивіміздің аты архив enu болады. Енді бұны bat файл ретінде сақтау үшін файл сохранить какты басамыз. Және атын береміз. Бізде аты архив болсын. Archiv.bat деп жазу керек аяғында. .bat және сохранить. Бізде мұндай bat файл шықты. Және оны екі рет шерткенде ол архивтеуі тиіс. Яғни жаңағы біздің enu папкасында архив enu деген шықты. Яғни оның ішінде enu папкасындағы барлық мәліметтер сақталған. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда bat файлдар түсінігімен таныстық және іс жүзінде жасап көрдік. Ойымдағыны түсінікті және қарапайым тілмен жеткізе білдім деп санаймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.